көркем мінезге қалай ие болуға болады дейді. Көркем мінез деген негізі кең қамтылған тақырып. Бізде көбінесе көркем мінез деп жымиып, күліп, өткізіп жіберіп, біреу ұрсып жатса да жақсы деп қоя салуды көркем мінез деп түсінеміз. Негізі көркем мінездің ішіне көп нәрсе кіреді. Шыншыл болуда, әділ болуда, адал болуда, оның барлығы сіздің мінезіңіздің кемелдігі, көркемдігі. Оған қол жеткізу үшін бір шетінен бастаңыз. Жүрегіңізде не нәрсеге бір кірлік, нәпсіңіз жібермейтін бір ластық бар ма, соны ақырын тазалаудан бастаңыз. Сараңдық, бұл да көркем мінездікке жатпайды. Оған қатысты да садақа беруден бастаңыз. Кітап оқыңыз көбірек, мінез түзулеу үшін. Және де нәпсіні басатын төмен істер болатын болса, оларды да жасауға тырысыңыз. Мысалы, мешіт медреселерде келіп сол жерге аптасына бір күн болса да, мен кейбір кісілерді білем, жасырын түрде келіп, ешкімге білдірмей, мешіттің әжетханасын тазалап кететіндер бар. Мынау сасық көкірек дейді. Бізді кейде мынандай істеп дейді. Мынандай қарапайым істер адам төмен түсіреді дейді. Мысырда өткен ғалым, қаламы да ұшқыр, тілі де өткір Шейх Шағрауи деген кісі бірде жол жүріп келе жатқан кезде бір ауылға келеді, уағыз айтады. Шығатын кезде ауылдың адамдары жібермей ол кісіні, көлікке отырса, тіпті көлігінде көтеріп алып тұрып жүретін деңгейде қатты құрметке ие болған кісі. Адамдар қатты құрмет қылып, зорға сол ауылдан шығып кетеді, елді мекеннен. Жолда келе жатқан кезде жанармай бекетіне тоқтап тұрған кезде ол кісі сол жанында тұрған намазханаға кіріп кетеді. Бала, сен намаз оқуға кірді екен деп ойлап күтеді, ары күтеді, бері күтеді, жоқ. Барып қараса, мешітте жоқ, намазханада жоқ дейді. Дереу әжетханаға барса, шапанын шешіп қойып, білекті түріп қойып, әлгі әжетхананы жуып жатыр дейді. Енді ол жол үстінде болғаннан кейін әркім бір кіріп кете береді. Ол көп тазалана бермейді, ол жер лас болып кеткен, сол жер тазалап жатыр дейді. Әкешім, не істеп жатсыз? Біз сізді күтіп отырмыз. Сіз мына жерде басқа да адамдар істейді ғой деген кезде, әлгі Шейх Шағрауидің берген жауабы: балам, бізге деген қошеметті көрдің емес пе? Иә. Ол мына нәпсіні семіртеді. Адам соған арқа сүйеп, мен сондай екенмін деп, әлгі шарлар болады ғой, ішінде ештеңе жоқ, ауадан басқа. Сол секілді ісінесің. Оның ішінде ештеңе жоқ дейді. Дәл солай ісініп, адам басқалар мақтап, төрге шығарып, құрметтеген сайын адам баласы сөйтіп кейде ісіне бастайды. Негізінде ештеңе жоқ ішінде. Бір өткір нәрсе тие кетсе, жарылады да қалады. Адамның нәпсі де сондай. Сол үшін осындай қарапайым жұмыстар адамның нәпсісін төмен басады дейді. Ел жұрттың көзінше емес, бірақ жасырын түрде. Ол да көмегін тигізеді.